Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мастикамен және изомальтпен жұмыс туралы айтатын боламын. Осындай дөңгелек леденцы жасауға арналған формаларыңыз бар болса, сол форманы алып кез келген кондитерлік дүкенде сатады. Изомальтты алып газға өзімізге қажетті бөлігін ертіп аламыз. Темір ыдысқа қозғап отырып қасықтың көмегімен сұйық күйге енгеннен кейін осылай формамызға қажетті 6-7 әріп мысалы осылай құйып алсаңыздар болады. Менде 7 әріп шықты, сол себепті 7 дөңгелегім дайын. Бұны қатты күйде бетіне жаңағы мастикадан кесілген жазуыңызды қоюға болмайды, себебі еріп кетеді. Сол себепті қатты суытсаңыздар да қатып қалады. Орташа күйде осындай бетіне жазуымызды және шпажкамызды қойып шығамыз. Сонымен бізге осындай торттың бетіне қоятын әдемі кәмпиттеріміз дайын. Бұл жеуге арналған зат, сол себепті осылай торттың бетіне ойланбай қойсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.